Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанар Баймырзаева. Бүгін 10 сынып оқушылары үшін химиялық тепе-теңдік бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма, мұздың еруі, бұл реакция теңдеуі бізде екіншіде көрсетілген. А-да 2 болады. В бізде 4-шіде тұр. Осыны жазамыз. Одан кейін мырыштың тосқыш қылымен реакциясы біріншіде тұр екен. Оттектің қан гемоглобинімен жұтылуы бұл 3-шіде тұр екен. Келесі химиялық тепе-теңдік дегеніміз тура және кері реакциялардың жылдамдықтарының теңескен күйі. Қысымның артуы химиялық тепе-теңдікке қалай әсер етеді? Бірінші реакция теңдеуінде қысым артқан кезде тепе-теңдік газ молекуласының азаю бағытына, демек солға ағысады. Келесіде газ молекуласының азаю бұл оң бағытта, демек оңға ағысады. Үшінші реакцияға әсер етпейді, себебі газ молекула сандары тең. Синтездеудегі жағдайлардың рөлін сипаттаңыздар. Бізде бірінші жазамыз. Қысымды арттырса оңға ағысады. Қысымды кемітсе солға ағысады. Температураны арттырса солға ағысады. Температураны кемітсе оңға ағысады. Өршіткі химиялық тепе-теңдікке әсер етпейді. Мына жерде тепе-теңдік жағдайларын қарастырып жатырық біз. Енді бұл жерде айтылмаған тепе-теңдік керек пе, жылдамдық па, сол үшін жылдамдықты да бөлек қарастырамыз. Жылдамдық температура артса артады, және қысым артса да артады. Өршіткі қосса артады. Келесі тапсырманы орындаймыз. Келесі реакция. Келесі 3-тің басы. SO2 тотығуы бұл экзотермиялық реакция. Экзотермиялық деген сөз қалып кеткен. Экзотермиялық. Реакция барысында бөлінген жылу. Температура тепе-теңдікті реакция жұмсалуына қарай молекулалар саны азаяды. Реакцияны жылдамдатады. Жоғары температурада солға ығыстыру реакцияны солға ығыстыру үшін жүргізеді. Артық мөлшері циркуляциялау үшін қолданылады. Берген реакциялардың тепе-теңдік константасын өрнегін жазыңдар. Бірінші реакцияда К тепе-теңдік тең деп жазамыз. Бізде өнім кальций хлор 2 сұйық затымыз, реагентте сұйық затымыз H хлор, ол екеуі болғасын квадраттаймыз. H2O-ны жазбаймыз, себебі суда концентрация деген болмайды. Келесі өнім жақта феррум хлор 2 сұйық және газ H2 екен. Қатты затты алмаймыз, сол үшін де тастап кетіп жатырмын.
қатты затта себебі концентрация болмайды. Ашық орын квадраты болады. Осы жерде енді к тепе теңдік жазайық. Тең, мына жерде теңестіреміз. со2-ның квадраты бөлу со1-ның квадраты бөлінген о2. Енді со2-нікі 0,16-ның квадраты болады. 0,2-ның квадраты және 0,32. Есептеген кезде 2-ге тең болады. Тепе-теңдік константасы 2-ге тең. Сұрақтар болса, комментарий бөліміне қойып кетсеңіздер, жауап беретін боламын.